Сәлем қымбатты достар. Бүгін 20 шілде шахмат күні. Шахмат күні 1966 жылдың 20 шілдесінен атап өтіліп келеді. Шахмат ойнау адамның ой өрісінің дамып, спортқа деген бейімділігін арттырып қана қоймай, оның өз өмірлік жоспарының орындалу жолында 3-4 қадам алға басып, өзінің мақсатының жетуіне зор ықпал етеді. Зағип және көзі нашар көретін жандар шахмат ойнауды жақсы меңгерген. Соның ішінде Шымкент қалалық арнайы кітапхананың қызметкері Жігітова ортапайымызда көз мүгедектері арасындағы Қазақстан Республикасының чемпионатында өзінің әйелдер арасында шахматтан бақ сынап, жеңімпаз атанып келеді. Осы орайда бір ауыз сұрақ қойсақ. Ортапай, сәлеметсіз ба? Ойынды бөліп жатырмыз, ренжімеңіз. Жалпы шахмат, бүгін шахмат күні. Жалпы өзіңіз шахматты жақсы меңгердіңіз. Шахматқа қалай келдіңіз, қызығушылық неден оянды? Осыған бір сұраққа жауап берсеңіз. Шахматты мен 8 жастан бастап ойнаймын. Бірінші мен шахматқа алып келген, үйреткен менің өзім папам. Ол кісі өзі шахматқа қатты қызығатын еді. Өзі шахмат ойнайтын, спорт шебері еді кезінде. Сол кісімен алып келіп шахматқа өзінің бір досына тапсырып, сол кісі бір үлкен тренер еді, өзі шахматтан да сабақ беретін. Сол үйретті мені. Сөйтіп мектеп бітіргенше мен қатысқам шахматқа. Осы жастардың ортасында чемпион болған, облыстық чемпион болған кезінде. Ал осы қоғамға келгеннен кейін, бұрын мен енді кәдімгі шахмат ойнайтын. Көз көретін еді кезінде. Енді мына қоғамға келгеннен кейін осындай арнайы шахмат үйрендім. Қолмен ұстап, көп нәрсені енді көрмегеннен кейін ойда сақтау керек, оған да үйрену керек дегендей. Енді қазір осылай шахмат ойнап, өзім жақсы көрем ойнағанды, қызығам өзім шахматқа дегендей. Осы өмірлік жоспардың орындалу жолында 3-4 қадам алға қойып мақсатына жетіп жатады деп жатыр. Осыған сіз қалай қарайсыз? Енді алдыңа мақсат қойсаң, енді нақты сол мақсатқа жетем десең, негіз жетесің да. Оған көп еңбектену керек. Сол. Өте дұрыс. Қуаныштымыз. Рахмет, уақыт бөлгеніңізге, сізде де уақыт жылжып жатыр. Біз ойынды бөлмейік. Қымбатты достар, рахмет. Қымбатты достар, біз мінекей 20 шілде шахмат күнінде шахмат ойнауды одан әрі жалғастырамыз. Сіз де шахмат үйреніңіз және оны ойнауға қызығыңыз. Аман болыңыз.